Сәлем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай керемет десерт жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек болады су, желатин, сметана, шекер, мандарин керек болады. Ең алдымен ыдысымызға желатинімізді салып, мұздай суымызды құйып аламыз. Енді жақсылап араластырып 20 минутке холодильникке қоямыз. Енді мандариндерімізді тазалап аламыз. Тазалап алған мандариндерімізді блендердің көмегімен езіп аламыз. Езіп жатқанда абайлаңыз, менде барлық жерге шашырап кетті. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай жақсылап езіп алдық. Енді дайын массамызды сетадан өткізіп аламыз. Ішіндегі керек емес мусорларын алып тастау үшін. Жақсылап дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп өткізіп аласыздар. Барлығын өткізіп алдық. Енді шекерімізді салып, газға қоямыз. Қайнап кетпеу керек. Шеттерінен енді қайнап келе жатқан кезде аламыз. Осындай болған кезде уже аламыз. Көргеніңізде қайнап кеткен жоқ. Енді холодильникте тұрған желатинімізді алып, ыстық массамызға саламыз. Жақсылап араластырамыз, желатин еріп кетуі керек. Енді бұл мандаринді массамыз суығанға дейін алып қоямыз. Сметанаға шекер салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай араластырамыз. Енді холодильникте тұрған желатинімізді микроволновкада ертіп алып, жақсылап құйып араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін енді ыдыстарымызға саламыз. Осылайша ыдыстарға салып алдым. И морозильникке жарты сағатқа қойдым. Менде дәл осылай қатып шықты. Мен әдейі қисайтырып қойған едім. Ал енді суыған массамызды құйып шығамыз. Егер де сізде мандариндің массасы қатып қалса, газға қойып немесе микротолқынды пеште сәл ерітіп алуыңыз мүмкін. Енді дайын болған десерттерімізді тағы холодильникке саламыз. Бізде уже қатты. Енді үстін өзіңіз қалағандай безендіре аласыздар. Мен үйде анар бар еді, анармен, өрікпен безендіре салдым. Ал сіздер өздеріңіз қалағаныңыздай әдемілеп безендіре аласыздар. Бұл десертті сіздер қонақтарға, ауызашарға жасай аласыздар. Өте керемет, барлығына бірдей жағатын, дәмдері де күшті болып шығады. Әрине дайындап көріңіздер. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз және лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздердің лайк басқандарыңыз, комментарий жазғандарыңыз менің каналым әрі қарай дамуына көмектесетін болады. Қасықпен алған кезіңізде өзінің формасын ұстап тұрады, дәл осылай. Дастарханның да көркін ашатын өте керемет, ерекше десерттер болады. Ал сіздерге сәттілік. Міндетті түрде жасап көріңіздер.